Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біздер слайм жасайтын боламыз. Және бұл слаймды менің қалай жасайтындығымды сіздер айтатын боласыздар. Яғни подписчиктер менің бір күнімді басқарады дейтін видеолар бар. Бұл видео соған ұқсас, подписчиктер менің слаймды басқарады дейтін видео. Бұл жерде мен слаймды қалай жасайтындығымды, не қосатындығымды соларды сіздерден сұрап отырамын. Инстаграмда опросқа салып, сол себептен менің инстаграмды тіркеп кетемін, сілтемесі описанияда болады. Және достар, бүгінгі видеода сіздер мен түрімді көрмейсіздер, тек қолдарымды көресіздер. Бұған қарсы еместер деп ойдамын. Ендеше тезірек бастайық. Достар, неге менің слаймды басқаруға қалай қарайсыздар деп мен инстаграмға салдым. Және ол жақта 76 адам иә деген, 6 адам жоқ деген. Сол себептен де мен бұл видеоны ары қарата жалғастырамын. Егер де сіздер жоқ деп көп жауап берген кезде, мен вообще бұл видеоны тоқтатамын ба, не істеймін? Короче, иә дедіңіздер, сол себептен кеттік, ары қарата жалғастырайық. Міне достар, бұл менде слайм жасайтын ыдыс, және де араластыратын таяқша мен кисточканы ала салдым. Және менде бір ғана клей, бұл ПВА клейі. Менде опросқа салатында 2 клей жоқ, сол себептен осы бір ПВА клейменен жасап бастай берейік. Осыншалық клей жарайды деп ойлаймын. Енді әрі қарата біздерге крем қосайын ба, қоспай қояйын ба деп сұрайын. %91% адам иә деген, 9% адам жоқ деген. Сол себептен де біздер қазір крем қосатын боламыз. Мінекей, енді осы кремдердің екеуінің қайсысын қосайын. Міне достар, осы 2 кремнің қайсысы. Міне уже 5 минут болды салынғанына. 24 адам бірінші кремге, 6 адам екінші кремге дауыс берген екен. Сол себептен де біздер қазір бірінші кремді пайдаланамыз. Бірінші крем бізде міне қызыл. Осыны қосайық. Міне мен осыншалықты қосайын, жетеді деген ойдамын. Енді достар, мен шампунь қосайын ба, соны сұрайын. Менде тағы да 2 түрлі шампунь. Менде мынау кішкене түрінде қалған шампунь, бұл негізі осы лизундарға қосатыны. Шампунь без гель ма даже. Я, в общем, или мынау шампунь. Қайсысын қосайын, осыны тағы да салайын. Көбісі біріншісіне жауап берген, яғни 15 адам. Біріншісі менде осы бір шампунь. Осыны қосайық. Осыншалық жетеді деген ойдамын. Енді араластырайық. Қандай тема? Бұны бояуымыз керек. Бояу үшін мен қандай красканы қолданайын? Бұл менде гуаш, және осында 2 түсі. Қай түсін алайын? Тағы да опросқа саламыз. Не достар, бір шамақты өтті, менде қай түске дегенде. Көбісі қызылға дауыс берген екен, мен өзім көкке дауыс бердім. Бірақ та көп адам қызылды таңдаған екен, сол себептен де қызылды қосамыз. Менде гуашым кішкене не болып қалған, қатыңқырап. Қазір мен кішкене араластырып алайын. Достар, мен араластырдым, және мен ол розовый мазундай цвет шықты. Қазір шыққаннан кейін қайтара қосып көремін, бірақ та менде бүткіл қызылым асты жағында тұр. Қазір қандай нәрсе қосамыз? Добавка, яғни. Менде 2 түрлі зат бар. Негізі оларды күнделікті слаймға мүлдем қоспайды, бірақ та мен бір қызық болсын деп осыларды алдым. Бұл менде осындай конфеттің қағазы, және де мындай шашқа арналған резинкалар. Осы екеуінің қайсысын қосайын деп сұрайын. Міне достар, суретке түсіріп салып жатырмын. 5 минут өтті. Мұн жерде 12 адам бірінші, яғни резинкаға дауыс берген, 9 адам қағазға дауыс берген екен. Мінекей. Енді біз қазір осы резинканы қосатын боламыз. Я, енді араластырамыз. Білмеймін мынадан қандай слайм шығатындығын. Көреміз. Суны қосайын ба, қоспай қояйын ба деп сұрайын. Мінекей достар, сал жіберейін. Бұл менде су ең соңғы зат.
Қараңыздар достар, тең болып тұр. Білмеймін, елу. Қазір шамалы уақыттан кейін көреміз. Негізі қоспаған дұрыс секілді. Достар, мінекей кішкене уақыт өтті, и көп адам я дегенге дауыс беріп жатыр. Негізі мен асудың барлығын қоспайтын шығармын, я? Кішкене қосайын, ато слайм бізден қазір шықпай қалуы мүмкін. Өте сұйық болып кетті қараңыз. Мінекей, енді біздерде загуститель борная кислота. Мінекей, қазір осыны қосайын слайм шығару үшін. Қазір шыққан соң барып бір көрісерміз. Мінекей достар, біздің слайм шықты. Және мен слайм шығарам деп, жерін кішкене ыдыстан сындырып алдым. Міне тұрған ештеңке жоқ. Және слайм түсі өзгеріп кетті, себебі мен оған қызыл қылам деп қайтадан краска қосқан болатынмын. Және ол қызылға қатты ұқсамай қалды, кішкене розовый мас, қызылға жақын түсет болды. Енді қазір мен оны сіздерге алып көрсетейін. Дауысы өте күшті болып шықты. Оның ішіндегі резинкалар аса қатты байқалмайды, тек кейбір жерден көруімізге болады. Мінекей. Мінекей достар, менің видеом осымен аяғына жетеді. Және бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, әрине саусақтың жоғары тұрған белгісін басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.